Қазақ тілі тек қазақтарға ғана керек, өзгесін менсінбейді, әсіресе көрші ел Ресейде. Ал біз болсақ қазақтар орыс тілін әспеттеп, акцентсіз сөйлеп, білмеген адамды жолықтырса күлетініміз бар арамызда. Енді Ресейге қараңыздар, үкіметі қазақ тілі колхоз тілі дейтін деңгейге түсіріп тастап, қазақтың Байқоңырын жалдап отырған Кремль Байқоңырда қазақ тілі мен тарихын оқуға тыйым салған. Өзімізде қазақ тілін өгестіп тұрғанда өзгеге қалай ренжисің? Тәуелсіздік алған 30 жыл ішінде әлі күнге дейін өз тілін жатырқайтындай сорлы ел болдық па сонда? Бұл қалай болғаны? Орыс тілін төбемізге көтеруді қашан доғарамыз? Оңтүстікте орысша үйрететін 3 мектеп ашамыз деп әне бас мұғаліміміздің өзі тыпыршып жүр. Көрген дұрыс көрермені, бүгінгі шығарылымда тіл, яғни қазақ тілі мәселесін көтеріп көрмекпіз. Ассалаумағалейкум. Не себептен орыс мектебіне беріп жатсыздар балдарыңызды? Өздеріңіз қазақсыздар, ұруыңыз кім? Бірден айтайық, біз ешқандай ұлтараздық дау туғызуды көздемейміз. Біздегі мақсат Қазақстанда өз тілін, өз дінін ұлықтап, ұлтшыл азаматтардың санын көбейту. Тіл жайы тәуелсіздік алғаннан бері талқыланып келе жатқан үлкен мәселе. 70 жылда қазақстандықтар тілі былай тұрсын, дінін ұмытуға сәл қалған еді. Дегенмен өткен істе өкпе жоқ. Қазақ жеке дара мемлекет болып өз тірлігін жасай бастады. Міне осы шақта елде орыс тілін жоғары көтеріп, көршінің тілінде сөйлеуді тренд санайтындар шықты. Тіпті мінбердегілер де орысша сүлдірлеп, қазақ тілін жат көрді. Бұл бастапқыда екі тілді мемлекет етіп жариялаған Назарбаевтың қателігі дегендер де айтатындар бар. Жалпы кейінгі уақытта Ресейдің бізге көз алартып, жерімізге бір таласып, саяси процестерге араласып, түрлі қитұрқы әрекеттерін көріп жүрміз. Тіпті елдегі азаматтардың мемлекет арасына іріткі салып, Ресейдің құрамына қосылайық деп құтырғандарын да көрдік. Біз орыс тілін ұлықтап, дәріптеп жүргенімізде Ресей билігі қазақ тілін колхоздар тізіміне қосып қойыпты. Ресей ғылым академиясы өз аумағында қолдану аясын зерделей келе, қазақ тіліне казахский статус 3Б деген мәртебе берді. Бұл нені білдіреді? Ресей тілтану институтының түсіндіруінше тілдің өміршеңдігі мәртебесіне сәйкес 3Б дегені шектелген селолық тіл дегенді білдіреді. Ресей үкіметі қазақ тілінің мәртебесін мойындамай жатқанда біздегі билік Қазақстанның әр өңірінде орысша үйрететін мектептер ашып, көршінің тілін терең үйренуге көшкен. Оқу-ағарту министрі Ғани Бейсенбаев оңтүстік өңірде орысша оқытатын 3 мектептің ашылатынын мәлімдеген. Ал Ресей билігі болса Байқоңыр қаласында қазақ тілін және Қазақстан тарихын оқытуға тыйым салыпты. Байқоңырды жалға алғаны былай тұрсын, тіл үйренуге тыйым салғаны көп сұрақ туындатады. Біздегі билік орыс тілінің өркендеуі үшін барлық жағдайды жасап әлек. Қайтарымы бар ма екен? Әріге бармай-ақ қояйық, солтүстікте кеңестік автономия құрғысы келген сепаратистік ұйымның да әрекетін байқадық. Оларға жақында сот үкім шығарды. Қой терісін жамылған қасқырлар елде жетеді. Мысалға, Оралдағы екі азаматтың Ресей Қазақстанға басып кіретін болса, Ресейдің тарапына қосыламыз деген пікірі қоғамда қызу талқыланған еді. Дереу құзырлы орган кірісіп, екі азаматты 5 жылға темір торға тоғытқан еді. Тіпті елде кәсіп ашқандар қазақ тілін менсінбей ақшасын алып отырғандар да бар. Әлеуметтік желіде аузына келгенін айтып, қазақтың тіліне тіл тигізуге кімге ұпай алып беретіндей. Ресейде 1 миллионнан 1,5 миллионға дейін қазақ тұрады деген ақпарат бар. Алайда 2021 жылы жүргізілген бүкіл ресейлік халық санағы қорытындысына сәйкес 591.970 адамның ғана өз ұлтын қазақ деп көрсеткені белгілі болды. Осылайша Ресей халқының ішіндегі қазақтардың үлесі бүгінде бар жоғы 0,40% ғана. Оның үстіне олардың көбі қазақ тілін қолданбайды. Орыстарды былай қойғанда өз елімізде Ресей үкіметін қолдайтындар көп. Ресейде соғыс басталғанда мобилизациядан қашқандар Қазақстанды паналады. Бүгінгі елдегі ақпаратқа сай елде 3 миллионға жуық орыс ұлтты азаматтар бар. Көрші елдегі әскери операциядан 1 жылда 1,7 миллион адам қашып келді. Бұл біздің қонақжай екенімізді білдірмей ме? Шынымен де Қазақстан Ресеймен шекарасы ең ұзын елдердің бірі. Сол себептен әлеуметтік экономикалық байланыс орнату ол заңдылық. Айта кетейік, 2023 жыл тәуелсіз мемлекеттер достастығында ұлтаралық қатынас тілі ретінде орыс тілі деп жарияланды. Қасым-Жомарт Тоқаев орыс тілін қолдану үшін халықаралық ұйым құруды ұсынды. Әрине, қарым-қатынас үшін тіл білгеннің кесірі жоқ. Көрші елдердің де қазақ тілін үйреніп, елімізге құрмет көрсеткені дұрыс деп санаймыз. Айтпақшы, ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев қазақ тілін қолдау мақсатымен құрылған қазақ тілі қорына алғашқы болып өз қалтасынан 7 миллион теңге жарна аударыпты. Мұны да жақсылыққа баладық.